Ассалаумалейкум достар, бүгінгі видеода үй жағдайында кеуде бұлшықетін шығаратын боламыз. Достар, жаттығуларды бастамас бұрын менің YouTube, Instagram, TikTok желілеріме тіркеліп қойыңдар, тіркелмеген болсаңдар, ендеше басаймыз. Ең бірінші бұл брусья кеуде бұлшықеттерін жақсы дамытатындардың бірі болып келеді. Көбісінің үйлерінде брусья бола бермейді. Егер сендердің үйлерінде брусья болмаса, онда брусьяға балама бола алатын бұл отжимания. Отжиманияның өте көп түрлері бар. Қолды әртүрлі қойып жаттыққанда бұлшықеттің белгілі бір жерін дамытады. Мысалға алсақ, қолды қысқа ұстап отжимания жасағанда күштің көп бөлігі трицепске түседі дегендей. Сол себепті кеуде шығару үшін қолды кең қойып отжимания жасау керек. Егер де сендерде отжиманияға арналған осындай құрылғыларың, стойкаларың болса, онда тіпті жақсы. Мен бұны үйде өзім қолдан жасағанмын. Бұл не үшін керек десеңдер, отжимания жасағанда кеуделерін көбірек астына түсіп, бұлшықеттер тартылады. Екінші отжиманияның түрі ол алмаз деп аталады. Қолды осылай міне алмаз қылдырып, үшбұрыш қылдырып қоямыз. Бұл кеуденің ішкі жағын шығарады. Өте жақсы жаттығулардың бірі болып табылады. Үшінші отжиманияның түрі бұл аяқты үстіне қаратып қойып жаттығу жасаймыз. Орындық болсын, диван болсын, кез келген үйдегі биіктеу затты алып отжимания жасаймыз. Егер сендер классикалық жердегі отжиманияны жасай алмасаңдар, бұл жаттығуды тіпті жасай алмайсыңдар. Міне сендерге жақсы бір жаттығу, жаңағы жаттығуны керісінше жасаймыз. Егер классикалық отжиманияны жасай алмасаңдар, міне осындай отжиманиядан бастаған дұрыс. Төртінші отжиманияның түрі бұл керісінше отжимания деп аталады, бірақ бұл жерде кеудені алдына қарай еңкейту керек. Егер біз денені тура қойып жаттығу жасасақ, онда күштің барлығы трицепске кетеді. Және соңғы отжимания бұл садақ тәрізді. Бұл жерде өте жақсы кеудені сезесіңдер. Міне достар, видео аяқталды. Сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сендермен болған Райымбек Ералы. Келесі видеода кездескенше сау болыңдар. Кеттік.